Ал Түркістан қаласында өзін Алла үкімімен пайғамбар болған жар еткен Нұралы Әмірәлиев есімді 51 жастағы азамат қала әкіміне хат жолдады. Онда ол Алламен тілдесіп, пайғамбарлық дәрежесін алғанын, биліктің онымен санасып, мойындауын талап етіп отыр. 51 жастағы түркістандық Нұралы Әмірәлиев Алла тағаламен тікелей тілдескен үшінші пайғамбармын. Маған бұл үкім жаратушыдан уахи болды деп елге мәлім етуін қоймай келеді. Оның әкімге жазған хаты ғаламторға шығып, әр өңірден хабарласушылар көбейген. Бірі қорқытып үркітсе, енді бірі өлтіремін деген көрінеді. Бірақ осыған қарамастан өзі осы жолдан әсте таймаймын деп бекініп отыр. Демалайын деп тұрғаным сол еді. Қарсы алдымнан құбыла беттен тіл қатты. Ей, құлым, сен елшім боласың деді. Мен қаттымда қалдым. Мынау Ибраим, Мұса пайғамбарларымыз сияқты тікелей тілдескен үшінші пайғамбар боламын. Ұлының әрекетін алғашқыда тоқтатпақ болған оның анасы Мұхаммед пайғамбарымыздың өмір жолдары туралы кітапты оқыған соң өзі біледіге көшіпті. Өтірік айтса, Алла жазасын береді дейді. Мысалы үшін бұл өтірік айтып отырғанымыз жазасын Құдай береді. Егер шынымен Алла Тағала бұған сондай, мынандай көрініп атса, айтып жатса, бұл Құда қаласа жеңіп шығады. Ал Түркістандағы Нәзір Төреқұлов мешіттің имамы Али Хайдар Сейітбекұлы Құран кәрімде де, пайғамбар хадистерінде де Мұхаммед ақырғы пайғамбар екендігі талқылауға жатпайтын нақты үкім. Ал кез келген адамның жалған ат жамылатын жағдайы болса, оның үкімі өлім деп бірақ кесті. Күнәлардың ішіндегі ең үлкен екендігін, залымдардың ішіндегі ең үлкен залым болатын екендігін Алла Тағала баяндап отыр. Және Ахсаб сүресінде де пайғамбарымыз алейхиссаламнан басқа пайғамбар келмейді екендігін баяндаған. Билік оның пайғамбарым деген мәлімдемесі әкімдікте қаралып, тиісті жауап берілген, онда барлық көрсетулер қолдау табылмағанын айтады. Тіпті оның жүйке ауруымен науқас ретінде емханада тіркеуде болу мүмкіндігінде айтып қалды. Қала әкімдігі тарапынан Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның 3-ші бабына сәйкес оның талап тілектеріне қанағаттандырылмайтындығы жөнінде жауап хат жолданды. Республика аумақтарынан Нұралиге ұялы телефон арқылы хабарласқан замандастары көбіне оны сөгіп жатқандығы, тіпті түтіп жеуге дайын екендігі аңғарылады. Сіз қайдан шыққан пайғамбарсыз? Алла Тағаланың үкімі. Кім екен? Қандай пайғамбар мынау? Құдай сақтасын. Мұхаммед пайғамбардан кейін тікелей Алла Тағаламен сөйлескен пайғамбар болады. Астағфиралла. Келушілер болып жатса, қасиетті Құран кәрімді қазақ тілінде оқытуды үйретемін деген Нұралының жоспарына әзірге сенушілерден гөрі оны шатасушы деп есептейтіндер жағы басым болып тұр. Ерлан Қуандық, Фержан Сейдазімов, Информбюро 31-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысы. Алло. Әмірәлиев Нұралы ма? Сіз қайдан шыққан пайғамбарсыз? Алла Тағаланың үкімі. Кім екен? Қандай пайғамбар мынау? Құдай сақтасын. Мұхаммед пайғамбардан кейін тікелей Алла Тағаламен сөйлескен пайғамбар болады. Астағфиралла. Баратын жеріңіз тозақ болады ғой, ай бауырыма үйтпесеңізші. Сіз шайтанның жетегінде жүрген адамсыз ғой. Сенбесең не қыласың, звонок бастауыз. Жоқ, енді шайтан жетегінде жүрген адамсыз ғой. Мынау деген үйтіп неше түрлі хабарлама таратпаңыз, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, ондай хабарлама таратпаңыз. Бауырларды адастырмаңыз. Не деп жазылып тұр екен? Білмейтін нәрсеңізді айтып күнәға қалма дейді. Не басын күнәға қалып? Сөйдеп жазылып тұр ма екен? Қосаңыз түсініп. Мен сен не айтып жатырмын? Құранды өстірілеріңді түсіндіріп оқытып үйретемін деп жатырмын. Басқа не айтып жатырмын? Шешеңді боқтап жатырмын ба? Әкеңді боқтап жатырмын ба? Тойша айтасың. Астағфиралла, сіздің ана жазғаныңыз енді Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Сіздің Құдай деген сөз жоқ Құранда. Алла Тағала немесе Раббым Алла Тағала деп айт. Жағдайыңыз ауыр болады, бауырыма, үйтпеңіз. Үйтпеңіз, сіз адаспаңыз, Құдай сақтасын. Сен Құранды түсініп оқып ал деймін. Оқи алмайсың да. Болды, енді Алла Тағала өзі біледі не қалай болатын. Бірақ енді Құдай сақтасын, жағдайыңыз қалай болатын. Куә болсын, бірақ жағдайыңыз жаман сіздің. Құдай сақтасын. Кімдікі жаман екен уақыт көрсетеді. Алдым деп отырсыз, сол жөнінде айтып кетіңізші бізге өтініш, а? Мынау Құранда Алла Тағаланың аяты бар. Мұхаммед пайғамбардан кейінгі елшілеріме де осы Құранды беремін дейді, өз тілімде дейді. Аға, өз тілінде болғанда сонда қалай? Қазақша ма?
енді маған Мұхаммед пайғамбарымыздан кейін маған ерекшелік беріп тұрмын. Мен қазақпын ғой, маған қазақша түседі ғой Құран. Қазақша беріп тұр ғой. Аха, енді мынау айтады ғой, ла илляха иллаллах Мұхаммед Расулаллах дейді. Енді сізді қалай айтамыз? Мынау Мұхаммед пайғамбар жер бетіне түскен жалғыз соңғы пайғамбар деп Құранда көрсетілген. Ал енді сізді Өтірік ол Құранда жоқ ол. Құранды ешқайсың білмейсіңдер. Өткенде мен профессор, академик ғалымдармен кездестім ғой, сонда айттым, мен 95% білем дедім Құранды жоқ деген. 100% оқытып үйретем өз тілдеріңде дедім. Сендер мына болашағымызға не оқып, не үйретіп алсыңдар? Сендер қанша пайыз білесіңдер, айтыңдар деп едім. Біреу де 1% білем деп айтамады ғой, бастауын салбырады ғой. Аха, енді Нұралы көке, енді мынау діни басқармадағыларда болсын, сізді мойындамайтыны сөзсіз. Себебі осы уақытқа дейін біздің енді қызықтырмайды. Менің мойындағаны қызықтырмайды. Мен Алла Тағала маған ерекшелік берді ме, қалаған құлы болдым ба, Алла Тағала маған сол жеткілікті. Ал қалған адамдар өздері білсін. Ешкімге зорлық жоқ. Аха, көке, енді кішкене сәл сабыр сақтаңыз, бірақ енді тұра тұрыңыз. Енді сізге тағы да бір сұрақ. Мына біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам қайбір басына қиындық, қайбір қасірет, қайбір жаңағы соққыларды көрмесін, пайғамбарға тән өзінің көркем мінезі болған. Жаңа мінекей сіз енді айып етпеңіз, сіздің осы уақытқа дейін хабарласып, сізге жазған жазбалардың, аудио жазбалардың арасында сіздің айқайлап, жаңағы өзіңіздің мінезіңізді көрсетіп жатқаныңызды біз айқын аңғарып отырмыз. Бірақ енді аралдан жоқ, міне көрдің бе сен, естімейсің, мен айқайлап сөйлесем, сосын жазбалап тұрып, қазір сосын кейін ары қарай тағы жібересіңдер. Енді өздерің білесіңдер, менің уақытым бітті, сенімен сөйлесетін бауырым. Айып етпейсің, давай. Енді Нұреке, сіз өзіңіз толығырақ айтсаңызшы енді. Иә, құрметті мұсылман бауырлар, мінекей Нұралы көкемізге звондаған кезде Нұралы мырзаға берген нақты ешқандай да жауап жоқ. Сондықтан да барша мұсылман бауырларымызды тура жолдан адаспауға және де мынау жаңадан шығып жатқан діни ағымдарға ермей, мінекей Алланың нақ жолымен жүруге шақырамыз. Біз және де Алланың соңғы пайғамбарымыз, ол біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Сондықтан бауырлар, адаспаңыздар, қашанда тура жолда болыңыздар. Алло. Қалайсыз көке, жағдайыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы рахмет. Денсаулығыңыз қалай? Шамал, гриппе алып қалып едім. Намаз оқып болды, қазір қосып телефонымда. Өшіп тастаған сол. Не ғой? Ана мен сізді естіп атырық, Нұрәлі деген жаңадан шыққан новый пайғамбар деп естіп атырық. Алла Тағала үкімі менің ойымнан шығарған жоқпын ғой. Иә, сол сізді әйтеуір сіздің шәкіртіңіз болып қол берсек деген ниетіміз бар. Қалай болады? Сізге қалай жолға аламыз? Мен Түркістаннан сіздер қай жердесіздер? Біз сонау Шымкенттен хабарласып тұр едік. Шымкентте болса, бір келіп кетсеңіздер, сосын кейін ақылдасып жиналамыз ғой, оқу жағын келісіп бір уақыт белгілейміз. Көп уақыт алмайды ғой. Bir gün 2 gün geçip, sosun кейін ары қарай өздері оқи бересіңдер. Сосын кейін келіп хабарласып, телефон бар, келіп көлік бар, хабарластыра береміз ғой. Барып қолыңыз сүйіп қайтсақ бола ма? Ал? Қолыңызды сүйіп қайтсақ бола ма барып? Енді қолды сүймеңдер, келіп Құранды сүйіп кетсеңдерші, Алла Тағаланың Құранды сүйіп, Құранды оқып, біліп алып кетсеңдер, ең сол дұрыс қой. Енді сізге Алла Тағала тарапынан қандай уақилар келіп отыр, қандай аяттар келіп отыр? Бір ауыз бізде хабардар қылсаңызшы, біз сіздің әйтеуір біздің тілмен айтқанда фанатыңыз болып жүрміз ғой. Ана Құранды Алла Тағала маған қазақша берді, бауырым. Айтыңыз сол қазақшасын, аяттарын. Бүкіл аяттың бәрін маған берді ғой қазақша. Жоқ, 1-2 аятын айтсаңызшы енді, бізге насихат болсын да. Құпиясы былайынан, маған сенбеген адам ана Құранды қандай халық ұлт өкілі болмасын, өз тілінде ешқашан түсіне оқи алмайды, есінде болсын. Мінекей, сондай. Маған келесің, автоматически Алла Тағала шайтаныңнан тазартып, Құранды оқып үйренуге орта береді Алла Тағала. Бопты онда көке, біз Түркістанға жығылжаған кезде звондаймыз сізге. Жақсы. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы.